Қазақ тілінде жазылуы, айтылуы басқаша болғанымен бір мағына беретін сөздер көп. Арасын тек бір-екі әріп қана бөліп тұрған мұндай терминдер күні бүгінге дейін бір-бірін жеңе алмай итжығыс түсіп келеді. Бүгін біз көшпенділер немесе көшпелілер атауларының қолданыс аясына шолу жасап көрейік. Әйгілі неміс этнографы Альфред Вебер ат үстіндегі көшпелілер дүниенің кеңдігін таныды. Олар ежелгі дүниенің ұлы мәдениетке ие елдерін жаулап алды десе, Шоқан Уәлиханов көшпелі сауатсыз ордадағы ауызша тараған осынау үлгілердің бір-бірінен қылдай ауытқымайтыны адам айтса нанғысыз қасиет. Алайда күмән келтіруге болмайтын шындық деп жазған. Осы екі сілтемеден көшпелі сөзін ғана көріп отырмыз. Ал Ілияс Есенберлин өзінің 6 кітаптан тұратын тарихи эпопеясын неге көшпенділер деп атады? Тілімізде жалпы көш деген зат есім, көш деген етістік бар. Көшпелі деген сын есім осы сөздердің негізінде туындаған. Негізі сол көшпелі деген өте дұрыс та болар еді. Біз 15 томдық түсіндірме сөздікке қазақтың әдеби тілінің сөздігіне осы көшпелі сөзін енгіздік, көшпелімен енгізілген тіркестерді бердік. Енді Ілияс Есенберлин сияқты үлкен классик жазушының трилогиясы жарық көргеннен кейін осы көшпенді сөз пайда болды да, кітаптың аты солай аталғаннан кейін ол баспасөзде халыққа, көпшілікке осылай таныстырылып, осы сөз халықтың санасына сіңіп қолданысқа еніп кетті. Қазір енді көшпенді сөзі қолданылып жүргені белгілі. Иә, бұл төңіректе талас көп. Мысалы, тіл жанашыры Айбек Шегебаев есімді азамат Инстаграм парақшасында Ақселеу Сейдімбектің 6 томдығын ақтарып жүрген жайым бар. Оқу барысында көшпенділер ме, көшпелілер ме, қай нұсқа дұрыс деген тақырыпты көзім шалып, қызығып оқыдым. Әрине, көшпенділер трилогиясын оқыған әр адам көшпенділер дұрыс деуі мүмкін. Алайда Ілияс Есенберлин көшпенділер кітабында көшпенді деген сөзді қолданбағанын біле бермейді екенбіз. Қазақ тілінде інді жұрнақтар жағымсыз сөздер жасауда көп қатысады. Мысалы, жуынды, тастанды, шірінді деген сияқты. Сондықтан көшпенді емес, көшпелі қазақтың ұрпағымыз деген жөн деп жазады. Бай қуатты тілімізді қалай түрлендіріп қолдансақ та жарасады. Тек жас ұрпаққа дұрыс, түсінікті болса дейміз.